жерлерге күн төгеді жылылығын. Еріп қары ақпанмен келіп сәні бақтардың бір береді сұлулығын. Наурыз айы туғанда, той болушы еді бұл маңда. Сақталушы еді сыбаға, сапарға кеткен ауылда. Bir grup bırakıp gitti mi? Haydi böyle. Ережепек Малгелдинов көшесі бар. Жарайсың, қазақшасы. Ардагер Малгелдинов көшесінен Момышұлы бар. киім киген ақышта. Бар, Малгелдинов көшесі бар. Аубакиров бар. Әуезов бар ма? Әуезов бар ма? Бірінші бізде рет менен қай көше мұ? Мен ортаны ашайық. Абай көшесі қол көтеріңіздер шқане. Абай көшесі қол көтеріңіздер. Ұлттық киім нақышын қараңыздар, құрметті ағайындар. Енді қошеметпенен баға берейік. Ұлттық киімдер қалай Абай көшесі? Ой, бұл 8 келесі. Сіздерді қошеметтеріңізбен. Әуезов көшесі. Әуезов көшесіне шапалақтарыңыз бар ма? Ардагерлер қайда? Ардагер. Келесі Жандос Жағалбаев көшесі. Қошеметтеріңіз. Тоқтар Аубакиров көшесі. Әкеп жүр біздің елімізге, бірақ та шынына келгенде біздің Қазақстанда бұл Аушадияр деген айтылмайды. Енді өзіміздің салт дәстүрімізде санамақ биелік маңызы бар. Соның бірі қазір Аушадиярды көріңіздер. Ал тамашалайық. Аушадияр бір болар, жаманның көңілі кір болар, ата-анасын сыйлаған, ақшамалы би болар. Аушадияр төрт болар, қыздың қойны өрт болар, екі жақсы қосылса, өлгенше сет болар. Ой, бәрекелді. Аушадияр деген мына сыңсу айту деді ғой, қыз бала және көзінің ерінен, жерінен қоштасады тұрмысқа шығатын кезде. Соның алдында болған ең көне дәстүр. Құрметті ағайын. Қосып қойыңыздар. Жақсы дәстүр көрсетіп жатыр. О, мына көше ылғи жастар екені, белсенді екені. Қазақ халқы ежелден салт дәстүрге бай, өнерлі, қонақжай халық екені белгілі. Міне біз бүгін жастардың отырысы саналған бастаңғы дәстүрін көрсетпекпіз. Ай, барекелді.
Ассаламағалейкум. Қазақтың ежелгі салтымен шаңырақ командасы болайық. Бәрекелді, сахнаны сыйлаған, отбасын шаңырағын сыйлаған ер азамат әрдайым бозар деген. Қош келдіңдер. Амансыңдар ма? Төле отан ұрпақтарында бастаңғы болады деп естіп едік. Сол үшін келдік. Ал балым, ерке қыз, мына жастар жол жүріп келген екен, бір кәдесей сұрайық. Дұрыс айтасыз. Байділда атаның ауылының жастары өнерлі келеді деуші еді. Өнерлерін көрейік. Халқымыз үшін қара домбыраның үнінен асқан үн жоқ. Күй шертейік. Солай. Көрініс солай болып тұр ғой. Ей, чап! Бәрекелді, өнерлерін өт. Қыздардың ән айтатын өнерлері болушы еді ғой. Қыздар әудемесе күйек болар жігіттердің өнерінен кейін. Кең байтақ жерде көшіп қонып жүрген халқымыз үшін туған жер ұғымы биік болған. Жеріміздің қасиетті топырағын әр тасын білектің күшіменен, найзаның ұшымен сақтап қалған ата-бабаларымызға бас иеміз. Ондеше барлығымыз балапан қазанын бірге шырқайық. Бұл бастаңғы деген көрінісіміз ұмытылып бара жатқан салт дәстүрлердің бірі. Кезінде ауыл үлкендері той жиынға, көрші ауылға 30 күн, ойын 40 күн тойын өткізуге үлкендер жиналып кеткенде жастар болып қалып, сол үйдің бой жетіп келе жатқан қызы бар үйлер әсіресе жеңгелері бастаңғы ұйымдастыратын болған. Бұндағы мәні қыз балаларға дастархан дайындауды үйрету, ол балаларға осылай ел басқаруды, өздері жүріп тұруды барлығын үйрететін болған. Бұл дәстүр ұмытылып бара жатыр, соңғы жаңғыртсақ өте жақсы болады. Керемет, керемет. Қазіргі жастарға өте керемет. Біздің Абай көшесінің әкеп отырғаны ұмытылып қалған, қазір ұмытылып қалды деп ойлаймын енді бұл. Кигіз басу өнері. Жөн тұтып, кигіз басу, ұршы қиыру дегені. Мына жерге келсек, мына жерде біздің қыздар жөн тұтып жатыр. Бірінші текемет сырмақтың жиегіне жіп иіру керек. Мына жерде біздің міне бір келініміз жіп иіріп жатыр. Бұл жіпті қазір бұл жерде көп біле бермейтін шығар деп ойлаймын. Мына тауда қына деген өседі. Түрлі түсі қына. Бұрынғы кезде сол қынаны жинап, тұз салып, суға әртүрлі қынаны жинап, тұз салып суға қайнатқан. Содан бояу алынған. Сол бояуменен жүндің сырмақтың жиегіне жиектейтін жіпті сол қынамен бояған. Сары, қызыл, жасыл қып. Мына жерде Гүлнар соны жіпті дайындап жатыр. Сол арқылы басып өтеді. Міне қазір біздің қыздар сіздерге басқанын көрсетеді. Салт дәстүрді қолға алу керек. Осындай ұлттық құндылықтарды көрсету керек. Медау естеріңде қара шәугім қайнайтын пештерінде қайраланып малынып
Қошеметтеріңіз. Дәстүріміз ерулік деген. Көшемізге жаңадан көрші көшіп келіп жатыр, сөксілерге көрші қолаң жиналып, қоныстары жайлы болсын деп ерулік әкеп, сондай салт-сана істеп отырмыз. Көш байсалды болсын. Микрофон сұлық қойыңыз алдына. Ерулік деген не? Бұл да ұмытылмаған салт дәстүр. Көштеріңіз байсалды болсын, қоныстарыңыз жайлы болсын. Ал енді тағы да ұмытылып бара жатқан мына мейрамдарыңыз құтты болсын. Ұмытылып бара жатқан тағы да бір салт санамыз бар екен. Мына босағаға, жас отауларға босағаға май жағу. Береке, бірлік, майлы болсын. Берекесі майлы болсын, бала шағасы көп болсын, ынтымақты болсын, көршіге жақсы болсын, береке бірлікте болайық деп босағасына май жаға дейді. Қалайық, қалайық, бар өнерге салайық. Наурыз көктем шуағын төккен, әкесі байлық елеме. Наурыз көктем асығып жеткен, әкесі бақыт жереме. Наурыз көктем шуағын төккен, әкесі байлық елеме. Наурыз көктем. Сәлеметсіздер ме, құрметті Бейсерек ауылы. Наурыз мейрамы құтты болсын. Наурыз мейрамымен біздің Әуезов көшесі өзіміздің қазақ халқымыз әдет ғұрыпқа, салт дәстүрге бай халықпыз ғой. Сол тойшыл ауылымыз. Тойға жиналып жүреміз, тойға дайындықпен өмір сүреміз. Сол той үшін өмір сүріп балаларымыздың қызығын көруге дайындаламыз. Енді бүгінгі біздің Әуезов көшеміз құйрық бауыр дәстүрін көрсетпекші. Қазір біз құдаларымызды қарсы алайық. Қыз жағында да, ұл жағында да осы ырым құйрық бауыр деген ол заңдастырған туыс болды деген сөз. Ал, құдалар келді, қошеметтеп қойып. Қош келдің, құдай қосқан құдаларым төрімде. Құйрық бауыр асатым, ауызыңды ашқыда. Құндылықтар дәріптеп, болашақ өскелең ұрпақтарға осы дәстүрімізді дәріптей беретін болсақ, біздің қазақ арқашан өзінің ұлтынан, тілінен айырылмаған қазақ, сондықтан арқарай дами береді деп ойлаймыз, құрметті ағайын. Енді келесі кезекте Бауыржан Момышұлы атындағы көшенің тұрғындары тұсаукесер. Сіздер құрметті ауылдастар, бүгін міне Наурыз мерекесі бәрімізге бірдей құтты болсын, ауылымның ынтымағы берекелі болсын деген келеді. Амин. Бүгін Бауыржан Момышұлының көрінісі тұсаукесер қабыл алыңыздар. Көп балалы анамыз Гүлнар апай біздің тұсауымызды кеседі. Ботақанымыздың қадамы құтты болсын, ел елеулі үлкен азаматша болып өсе берсін. Тәй балам, қадамыңды санайын, озып бәйге ала қойтай құлындай шаба ғой. Қаз балам, тақымыңды жаз балам, күрмеуіңді шешейін, тұсауыңды кесейін. Алмасын қадамың сені. Көрімдігін беріп отыр. Қазақтың той томалағында бұнда ары қарай дәріптеп келешек ұрпақтарға жалғастыра беруіміз керек. Рахмет сіздерге. Болай, бол! Алған екі жолдастар біреуіш қан тарасың денеге. Кешіп. Тойды сәні
Kene Аңсар палуан. Әне. Үйді. Азаматтың сырасы билеп жатқан сылқылдап келіншектерге құрашы. Vay barakallah. Al, қазылар алқасы қайда?